сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Біздің подкастымызға қош келдіңіздер. Менің атым Нұрай, Слямжан Нұрай. Мен құқық жоғары мектебінің құқықтану мамандығының бірінші курс студентімін. Енді барлығымыз бір-бірімізді таныстырып кетсек. Менің атым Әсем, мен халықаралық құқық бағдарламасының бірінші курс студентімін. Барлығына сәлем, менің есімім Ерболова Диляра, және де мен құқықтану мамандығының бірінші курс студентімін. Бәріне сәлем, мен Сабрина, мен халықаралық құқық бірінші курс студентімін. Сәлеметсіздер ме, менің атым Алтынбай Айзере, және де мен құқықтану мамандығының бірінші курс студентімін. Жалпы подкастымыз бастасақ, жалпы қазіргі таңда жаңалықтарды, әлеуметтік желілерді ашып қалсаң, әрбір жаңалықтың екіден бірі заң саласына қатысты болып келеді. Біреуі мысалы референдум туралы болса, екіншісі сол референдумға әкелетін конституцияның өзгерісі туралы болуы мүмкін. Ал үшіншісі тіпті басқару нысанының өзгеруі туралы жаңалықтарды қамтиды. Сондықтан да біздің подкастымыздың тақырыбы халық менталитетінің құқықтық мәдениетке әсері бар ма, әсер ете ала ма? Жалпы өзіміздің осы тақырыбымыздағы бірнеше терминдерді айта кетсем, олар мәдениет және де менталитет. Жалпы менталитет дегеніміз не? Менталитет дегеніміз біз осы қазақ тілі сабағында оқығандай француз тілінен менталите деген сөзден шыққан сөз болып келеді. Жалпы ол француз ғылымдары оны әрбір адамда жеке пайда болады, ол жеке адамда, жеке қоғамда, халықта пайда болуы мүмкін, Оны қалай түсіндіреді десек, ғалымдар оны әрбір адамда қалыптасатын, белгілі бір құбылыстарға, әртүрлі құбылыстарға оның көзқарасы, дүниеге көзқарасы, ішкі осы қабылдау сипаты, осындай заттарды. Яғни құбылыстарды, осы өмірде болатын заттарды, осындай заттарға көзқарасы болып келеді. Ал құқықтық мәдениет дегеніміз не? Құқықтық мәдениет дегеніміз ол біз білетіндей тек қана заңды біліп, оны қолданбау, ол оны толығымен түсініп, оның не үшін қолданылатынын, қалай қолданылатынын толығымен түсіну, яғни құқықтық сананың дамуы, Және де ол жерде құқықтық мәдениетте біз заңның үстемдігін мойындаймыз, және де заңға қарсы шықпауды жөн қыламыз. Және де осы подкасттағы мәселеге келсем, жалпы мен өз ойымша, өз көзқарасымды айта кетсем, менің ойымша халықтың менталитеті құқықтық мәдениетке тікелей әсер етеді. Оның әсері орасан зор деп те айта аламын. Себебі оны жалпылама айтып кетсем, ұлттық статистиканың 2025 жылдың мәліметтеріне қарасақ, халық арасында белгілі бір тест жүргізілген болатын. Яғни халықтың прокуратураға, сот және де сот шешімдеріне, және де мысалы полиция сияқты заң органдарына деген сенім деңгейін өлшеген болатын. Соның нәтижесін қарасақ, халықтың 66%, полицияға деген сенім халықта 66%-ды құрайды. Прокуратураға сенім 65% шамасын құрайды. Ал сот және де соттың шешімдеріне деген сенім шамамен 63-62%-ды құрайды. Бұл әрине де орташа көрсеткіштен әлде қайда жоғары, бірақ әлі де бұндай көрсеткіштердің 100%-ға жетпеуі, ол халықтың заң органдарына, заң жүйесіне, сот шешімдеріне және осындай жалпы заң саласына деген сенбеушілік, түсінбеушілік, мүмкін күмәндану деген сияқты сезімдері бар деген қорытындыға келуге болады. Және жалпы ол қалай пайда болды, ол неге осылай болып жатыр деген сұраққа жауап берсек, жалпы біздің менталитетте, біздің халықтың арасында таныс арқылы шешу, біз бәрібірде оны осылай бұрында да жасағанбыз, ештеңке болмайды деген заң саласына деген немқұрайлы қарау, немқұрайшылық бар. Оны мойындау жөн. Және де бұндай менталитеттің болуы халықтың құқықтық мәдениетіне зор ықпал етеді, және де ол ықпал теріс болып келеді. Бұндай сананың, бұндай құқықтық
құқықтық мәдениетке, құқықтық санаға және де жалпы құқықтың ыыы, қалай айтсам болады, құқыққа деген осындай бір немқұрайшылық, жайбарақат қарау деген біздің халқымызда дамыса, бұндай сананың қалыптасуы құқықтың нигилизміне алып келуге де болады деп айтуға болады. Яғни құқыққа деген бағынбаушылық, заңға бағынбаушылық, құқықтық сананың төмен деңгейде болуы әлдеқайда болашақта көрініс табуы мүмкін, егер де осылай біздің халқымыз осындай құқықтық нигилизмге ұшырап отырса. Ал бұндай факторлардың неғұрлым көп болуы құқықтық мәдениеттің соғұрлым төмен болуына алып келеді. Сондықтан да менің ойымша құқықтық мәдениеттің және де халықтың менталитетінің арасындағы санасы өте тығыз және де өте зор мәнге ие. Жалпы менің ойыммен келісесіңдер ме, қыздар? Мен Нұрай сенің ойымен толықтай келісемін, ал егер де толықтыратын болсам, құқықтық мәдениет пен халық менталитеті толықтай бір-бірімен тығыз байланысты. Оны дәлірек айтатын болсақ, сен менің әріптесім Нұрай 25-ші жылғы ұлттық бюроның деректері бойынша өзінің пікірін дәлелдеді. Яғни мен 2024 жылғы деректерге тоқталсам, яғни прокуратураға сенетіндер 66%, полиция қызметкерлеріне сенетін 62%, және де сыбайлас жемқорлықпен қарсы қызметтерге сенетіндер 51%. Біріншіден, бұл сандар қоғамда сенімнің бар екенін, яғни сенімі бар, бірақ оның әлі де жеткіліксіз, және де немқұрайшылықпен қарау, және де халықтың әлі де заңның дұрыс істемеуін және заңның әділ болмауы туралы көрініс табады. Екіншіден, бұл менталитет пен құқықтық мәдениет, яғни мен басында айтып кеткендей, бұл құқықтық мәдениет пен халық менталитеті бір-бірімен тығыз байланысты, яғни құқықтық мәдениет бұл толықтай халық менталитетінің фундаменті болып табылады. Яғни ұрпақтан ұрпаққа келе жатқан бұл заңға сенбеушілік, және де құқықтық нигилизм, жаңағыдай Нұрай айтып кеткендей, құқықтық нигилизм деген бұл заңға деген сенбеушілік, және де заңға деген елемеушілік деп айтуға болады деген ойдам. Сондықтан да сонымен қатар заңның әділдігіне күмәнмен қарау бұл тағы да бірінші себептердің бірі болып табылады. Сондықтан да егер де дәл біріншіден халық менталитетпен жұмыс істегенде құқықтық мәдениет пайда болады деген ойдамын. Яғни құқықтық білімнің маңызы зор екенін бәрі де түсініп отырған шығар деп ойлаймын, және де алдағыдай біреу айтып кетеді деген ойдамын. Яғни құқықтық мәдениетті көтеру үшін заңның тек қана шығару аз болады, яғни бұл заңды адамдарға қарапайым тілде түсіндіру, яғни заңгерлер оны өздерінің заңды терминдермен шығарып жатса, келешекте түсінбеушілік және де оны болашақта қарапайым адамдарға түсіндіру, бұл менің ойымша құқықтық нигилизмнің алдын алады, және де заңның алдында шынымен де бәрі тең болады деген ойдамын. Яғни сонда сенің ойыңша құқықтық мәдениет ол заңның тіліне байланысты, бұл бірінші қадамдардың бірі деп санаймын, себебі шынымен де кейбір кезде жоғары білім орнына түсер алдында заң қалай шығатынын және заң қалай оны түсуге болатынын білмедім деп айтуға болады. Бірақ та қазіргі таңда бірінші курстың аяқталуына таман былай кішкене анық ашылды деген ойдамын, және де былай кішкене
қалай айтуға болады, иә, шындық көргендей, иә, күлгін очкиім сынылғандай болды деп па. Иә, сонымен осы менің ойым сондай, яғни біз біріншіден менталитетпен жұмыс істеу керекпіз. Егер де біз менталитет дұрыстасақ, шынымен де құқық мәдениет дұрысталады деген ойдамын. Мен менің ұстанымым ол халық менталитеті құқықтық мәдениетке әсер етуі мүмкін, иә, бұл рас, бірақ ол негізгі шешуші фактор емес. Сонымен менің бірінші аргументім ол құқықтық мәдениет көбінесе біздің институттардың сапасына байланысты. Яғни, мысалға келтірейін, Қазақстан ұлттық статистика бюросының 2024 жылғы деректеріне сәйкес азаматтардың құқық қорғау органдарына сенімі мынандай: полицияға шамамен 61%, прокуратураға 66% және сот жүйесіне 60 қана процент болып келеді. Яғни бұл нені білдіреді? Халықтың сенімі мысалы сот жүйесінің қаншалықты әділ жұмыс істеуіне байланысты. Олар өзінің шешімдерін ашық және әділ айту керек. Сондықтан да иә, бұл халыққа өте қатты әсерін тигізеді. Себебі егер өзінің жұмыстарын әділ орындамаса, олардың сенімі де төмендейді. Екінші аргумент ол World Justice Project 2023 жылғы Rule of Law Index деректеріне сәйкес, Қазақстан заң үстемдігі бойынша 142 елдің ішінде орта деңгейде тұр. Яғни бұл менталитет туралы емес, көбінесе бұл биліктің шектелуі және жемқорлыққа байланысты информациялар жазылған. Бұны түзету үшін мен айта кеткендей, құқық қорғау органдары өзінің қызметін ашық және әділ орындауы тиіс. Менің үшінші аргументім ол мысалы біздің мектептерде құқық негіздері пәні енгізілген және осы білімнің сауаттылығы заңға деген бағынушылықты артады. Бұл көбінесе менталитет туралы емес, керісінше білім мен тәжірибенің нәтижесі болып келеді. Менің қорытынды ойым ол менталитет бар, иә, ол әсер етуі мүмкін құқықтық мәдениетке, бірақ ол негізгі шешуші фактор емес. Мен келісемін. Менің ойымша құқықтық мәдениетті тек қана менталитетпен түсіндіру ол өте таяз және қате тұжырым көзқарас. Мысалға 2023 жылғы коррупцияны қабылдау индекс есебіне сәйкес Қазақстан 100 баллдың 39-ын ғана алған. Ол еліміздегі коррупцияны қабылдау және оның нормаға айналғаны үлкен проблема екенін көрсетеді. Менің ойымша бұл менталитетпен емес, экономикалық жағдаймен өте тығыз байланысты. Мысалға, ол адамның табысы өте төмен болса, ол қылмыс жасауға және құқық бұзуға көбірек бейім болады. Бұл жұмыссыздықтың және экономикалық жағдайдың елдегі әсері. Және тағы бір мысал ол цифрландыру. Мысалы, егов платформасында мемлекеттік қызметтердің 90%-ын онлайн бақылауға болады. Бұл қызметкерлердің арасындағы пара берудің, пара алудың тәуекелін әлдеқайда төмендетті. Бұл жерде мысалға менталитет емес, жүйе өзгерген. Сондықтан менің ойымша құқықтық мәдениет және құқықтың халық арасындағы қабылдауын және білімді арттыруға ол менталитет емес, экономикалық жағдай және білім беру осы салалар байланысты деп ойлаймын. Сен не ойлайсың? Қыздар, мен негізі екі тараптың да аргументтерін орынды деп санаймын. Өйткені бұл мәселе бір ғана фактормен шектелмейді. Я статистика көрсеткендей, сотқа деген сенім деңгейі халықтың шамамен 60-63% аралығында. Бұл қоғамда заң жүйесінде халықтың заң жүйесіне деген сенімі әлі толық емес екенін көрсетеді. Толық әрі тұрақты қалыптастырылған жоғын көрсетеді. Мұнда негізі менталитеттің әсері бар. Тарихи тәжірибе, мысалы адамдар бұрынғы кездердің
кездердегі әділетсіздік мысалдар үшін оларда заң бәріне бірдей емес деген тұжырым қалыптастырылды. Сондықтан азаматтардың заңға деген көзқарасы көбіне әлеуметтік тәжірибеге байланысты қалыптасады. Мысалы мен жаңа айтқандай адамдар кезіндегі уақыттарда заң дұрыс жасамаған үшін оларда басқа ой қалыптасқан. Алайда жаңа айтып кеткендей, екінші жағынан халықаралық зерттеулер, мысалы Асем айтты, World Justice Project және Transparency International деген бағдарламалар, олар институционалдық реформалардың шешу рөл атқаратынын көрсетеді. Түсіндірсем, бұл бағдарламалар сот пен заң жүйесінің жұмысын нығайтады, жақсартады. Және заң үстемдігі негізі тек көзқараспен емес, жаңа қыздар айтқан аргумент, менталитет, және тағы басқа, ол тек көзқараспен менталитет емес, бұл нақты жүйелік өзгерістермен нығаяды заң үстемдігі. Ашықтық, есептілік, тәуелсіз сот жүйесі және жемқорлықпен күрес құқықтық мәдениеттің нақты көрсеткіштері. Жемқорлықтың саны өте үлкен, сондықтан әр құқықтық мәдениет бұндай мәселелермен қалыптаспау керек. Мысалы, соңғы жылдары сот реформалары жүргізіліп, судьяларды іріктеу және бағалау жүйесі жаңартылды. Цифрландыру енгізілді. Қазір көбінесе істер телефон арқылы жасалады. Сол нәтижесінде 2023 жылмен салыстырғанда 2025 жылы сенім көрсеткіштері артқаны байқалады. Бұл жүйелік реформалардың қоғам сеніміне тікелей әсер ететінін дәлелдейді. Жалпы қыздар, мен сендердің барлық осы ойларыңды, тұжырымдарыңды естіп, жаңа бір өзіме фактылар алдым. Азира айтып кеткендей, Асем айтып кеткендей, менталитет жалпы себептердің бірден бірі, маңыздысы, ең маңыздысы деп айтуға мүмкін бір жақтан дұрыс емес шығар, бірақ мен өзімнің осы ойымда қалайын деймін, қалғым келіп тұр. Себебі менің ойымша жалпы менталитет деген ол бұрыннан, мен айтып кеткендей, осы бұрыннан бері қалыптасып кеткен көзқарас, ол адамдарда көбінесе өзгермейді. Адам қалай басында өзіне бір белгілі бір шектеулер қойса, сол шектеулермен ары қарай да жүре береді. Сондықтан да менің ойымша көбінесе осы заңға сенбеушілік, заң мәдениетінің, осы құқық мәдениетінің төмен болуы, ол шынымен де мүмкін заңға менталитетке көбінесе негізделген деген ойда қаламын. Бірақ сендердің пікірлеріне өте риза болдым, өте күшті пікірлер айттыңдар қыздар, барлықтарың өте күшті болды. Сонымен біздің подкастымыз бітті. Көргендеріңізге рахмет. Қош сау болыңыздар.